Саламатсыздар ма, құрметті оқырмандар? Есімім Дылмұрат, математика пәнінің мұғалімі боламын. Бүгін сіздерге 9 сыныптар үшін 2022-23 оқу жылында келген математикалық олимпиаданың есебін қарастырып берейін деп отырмын. Бұл математикалық олимпиада аудандық кезеңі, республикалық олимпиаданың аудандық кезеңі. Келген есеп: 2 математик пен 10 экономисттерден 8 адамнан тұратын комиссия құру керек. Егер комиссияның ішінде кем дегенде бір математик кіру керек болса, онда оны қанша әдіспен құруға болады дейді. Яғни бізде 2 математик және 10 экономист болу керек, 8 адамнан тұратын топ болу керек. Енді бізге мынандай бір формула керек болады. Ол комбинаториканың қайталанбайтын теру формуласы деп аталады. Бұл формула туралы кеңінен тоқталмай-ақ қойын. Бүгінгі есепті шығаруда сол формуланы білу қажет, және факториалдың қасиеттерін және оқиғалардың көбейту және бөлу деген сияқты, қосу деген сияқты комбинаториканың кішкентай мәлімет, комбинаторика бөлімінен кішкентай мәлімет болу керек. Енді 2 математик пен 10 экономисттен 8 адамнан тұратын комиссия құру үшін 2 жағдай болуы мүмкін. Бірінші жағдай 1 математик және 7 экономист болып 8 адам болуы мүмкін топта. Және екінші жағдай болуы мүмкін 2 математик, 6 экономист, жалпы 8 адам болуы мүмкін топта. Енді жалпы бізде берілген, жалпы 2 математик берілген және 10 экономист берілген. Содан қанша топ құруға болады, қанша әдіспен топ құруға болады деген сұрақ қой. Терудің формуласына n факториалды білеміз, қасиеттерін басқа сабақтарында, роликтерінде қарастырып кеткен факториалдың қасиеттерін. Жалпы есепке тоқталайық. Бізде берілгені осы формуламен, осы терудің формуласымен 2 математик және 10 экономист берілген. Бірінші жағдайда 7 экономист және 8 адамнан құрайтын топты қарастырып берейін. Жалпы 2 математиктан 1 математик таңдап алып отырмыз, 10 экономисттен 7 экономист таңдап алып отырмыз. Сонда төбедегі формуланы пайдаланып қойсақ, орнына 2 факториалымыз және n-нің орнында 2, m-нің орнына 1-ді қойдым, яғни сонда мына өрнек шықты. Және 10 экономисттен 7 экономист таңдап алып отырмын. Бұл жерде де n-нің орнына 10, m-нің орнына 7-ні қойып шықтық. Енді қысқартатын нәрселер бар. Бұл жерде 2 факториалымыз 2-ні береді және 1 шықты. Және 10 факториалды мен 7 факториал көбейту 8, көбейту 9, көбейту 10 деп ала аламын. Факториалдың қасиеті бойынша 7 факториал мен 7 факториалды қысқартып жіберемін. 3 пен 9-ды, 2 мен 8-ді қысқартатын болсақ, жалпы 240 жауабы шығады. Енді екінші жағдайымыз болуы мүмкін. Екінші жағдайымыз 2 математик және 6 экономист болуы мүмкін. 8 адам. Енді бұл жерде де терудің пайдаланайық, терудің формуласын пайдаланайық. 2 математиктен 2 математик теріп алайық. Ол бір-ақ жағдай болады. Негізінен 10 экономисттен 6 экономист теріп алайық. Сол кезде төбедегі формуланы пайдалансақ, яғни n-нің орнына, m-нің орнына сандарды қойған кезімізде осы өрнектер пайда болады. Енді бұл жерде 10 факториал дегенді бұлай алуға болады. 6 факториал көбейту 7, көбейту 8, көбейту 9, көбейту 10 деп алуға болады. 6 факториал мен 6 факториалды қысқарта аламын. 2 мен 2 қысқарады. Мына жерде 4-ті 2 көбейтсек 8, 8 мен 8 қысқартуға болады. 3 пен 9-ды шамдап жібереміз. Сол кезде жауабымыз 210 шығады. 210 шықты. Енді бұл жерде тағы бір оқиғалардың қосындысы қасиетін білу керек. Не үшін оқиғалар қосылады деген шамалы ойланып. Яғни бұл туралы да бейнеролик ықтималдық теориясы деген сабағымда қарастырып кеткем. Яғни бұл жерде 2 жағдайны қосамыз жалпы жағдайын табу үшін. Жалпы жағдай табу үшін 240 пен 210-ды қосамыз. Жалпы 450 жауабымыз 450. Комментарий жазып, түсініксіз сұрақтар болса комментарий жазып, лайк басып, каналға тіркеліп кетіңіздер. Рахмет тыңдағандарыңызға.